Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңдағы кезекті баспасөз мәслихаты тақырыбы 2025 жылда қызмет нәтижелері және 2026 жылға арналған жоспарлар туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Мадияр Амангелдіұлы Утешев, Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн. Бүгін назарларыңызға жалпы Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының 2025 жылғы біздің саламызда атқарылған жұмыстар бойынша ақпарат берілетін болады. Шақырып кездесуге ұйымдастырғаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Жалпы 2025 жылы Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау саласында ауқымды жұмыстар атқарылды. Өңірде медициналық ұйымдарының материалдық техникалық базасын нығайту, денсаулық сақтау нысандарының жағдайын жақсарту, дәрігер кадрлары тапшылығын азайту, саланы инвестициялармен қамтамасыз ету, сондай-ақ халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру бағытында жүйелі шаралар жүргізілді. Облыс аумағында жалпы барлығы 368 денсаулық сақтау нысаны жұмыс жасайды бүгінгі таңда. Оның ішінде біздің стационарлар, емханалар, аудан ауруханалар, дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік акушерлік пункттер және медициналық пункттер. Бұның бәрі де бұл нысандарда облыс тұрғындарға медициналық көмек көрсетіледі. 2025 жылдың маңызды бір жетістіктерінің бірі айта кететін, бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасының іске асырылуы. Сол жоба аясында облыс бойынша ауылдық елді мекендерде жалпы жоспарланған 50 денсаулық сақтау нысанның құрылысы толықтай аяқталды. 2026 жылы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жұмыстарын жалғасын табады. Бұл Бөрлі және Казталов аудандық ауруханаларының жаңғырту және оларды ауданаралық аурухана деңгейіне көтеру жоспарланып отыр. Қосымша корпустардың құрылысы аяқталғаннан кейін бейімді бөлімшелер ашылып, бұл ауруханаларымыз компьютерлік томография, магниттік резонанстық томография және де ангиограф құрылғыларымен жабдықталады. 2025 жылы денсаулық сақтау саласында 15 миллиардтан теңге астам инвестиция тартылды. Оның ішінде медициналық жабдықтар сатып алуға, құрылыс жұмыстарын аяқтауға, күрделі жөндеуге және жеке инвестициялар есебінен қаражат бағытталды. 2025 жылы облыстың денсаулық сақтау саласының бюджеті 105 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры есебінен 88,4 миллиард болса, жергілікті бюджеттен 16,6 миллиард теңге бөлінді. Ұлттық статистика деректеріне сәйкес, жалпы облыста орташа өмір сүру ұзақтығы бүгінгі таңда 74-14 жасқа жетті. Соңғы 10 жылда жалпы өлім жітім көрсеткіші 9,3%-дан 7,7%-ға төмендеді. Және де нәресте өлім жітім де айтарлықтай азайды. Мысалы айтсақ, 2023-2022 жылдары 8,2 промилле құрайтын болса, бүгінгі таңда 2025 жылдың көрсеткіші бойынша 5,8%-ға төмендетілді. Республикалық көрсеткіштен біздің облыс бойынша ол төмен көрсеткіш. Облыстың денсаулық сақтау жүйесінде бүгінгі таңда 1800 дәрігер жұмыс атқарады, 6500-де астам орта буын медицина қызметкері еңбек етеді. Дәрігер тапшылығын азайту мақсатында көтерме жәрдемақы мөлшерінде арттырылып, мамандарға тұрғын үй берілуде. Цифрландыру және медицина бағытында да жұмыстар жүргізілуде. Барлық медицина ұйымдарда ақпараттық жүйелер енгізіліп, республикалық жүйелермен интеграцияланған. 2025 жылғы материал техникалық база нығайтылып, медициналық ұйымдарына заманауи жабдықтар сатып алынды. Жедел жәрдем қызметі үшін жаңа 5 реанимобиль облыс бойынша сатып алынды, қолданысқа берілді. Және де амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында республика және жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, мыңдаған пациент дәрілік заттармен қамтылды. Және де кардиологиялық, нейрохирургиялық және басқа да жоғарғы технологиялық медициналық қызметтер көрсетіліп, облыс халқының денсаулығын сақтау бағытында жұмыстар жүйелі түрде жалғастырылуда. Уважаемые жители области, уважаемые представители средств массовой информации, разрешите представить информацию о проделанной работе областного управления здравоохранения Западно-Казахстанской области за 2025 год. За текущий период проделана огромная работа в сфере здравоохранения области.
Проведена работа по укреплению материально-технической базы, состоянию самих объектов здравоохранения, решение вопросов уменьшения дефицита врачей в области, привлечение инвестиций в отрасль и, конечно, вопрос улучшения в целом качества и доступности медицинской помощи населению нашего региона. В области функционирует 368 объектов здравоохранения. Это наши объекты стационара, поликлиники, районные больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и медицинские пункты, где непосредственно оказывают медицинскую помощь всему населению нашего региона. Одним из важных достижений 2025 года это исполнение поручений главы государства, реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». По области завершено строительство 50 объектов здравоохранения на селе. Также в 2026 году будет продолжена работа в рамках МСЗ. Это модернизация Бурлинской и Касталовской районной больниц и перевод их в межрайонные больницы. После завершения строительства дополнительных корпусов откроется узкопрофильное отделение и будет оснащены такими оборудованием, как компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и ангиограф, что позволит оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь населению прилегающих районов и непосредственно самих данных районов. При реализации инвестиционного проекта за 2025 год в отрасли было инвестировано порядка 15 миллиардов тенге. Это на укрепление материально-технической базы более 90 единиц оборудования на 5,7 миллиардов тенге. 3,7 миллиардов тенге направлено на завершение строительства наших 50 объектов сельского здравоохранения. Капитальный ремонт 5 объектов на сумму более 2,5 миллиардов тенге. И привлечение объема частных инвестиций в сфере здравоохранения. Бюджет здравоохранения в 2025 году составил 105 миллиардов тенге. По фонду социально-медицинского страхования финансирование составило 8,84 миллиардов. И по местному бюджету порядка 16,6 миллиардов тенге. Благодаря проводимой работе есть положительная динамика по основным показателям. Если остановиться, ежегодно отмечается постепенное увеличение средней продолжительности жизни. По данным Бюро национальной статистики составляет на сегодняшний день 74,14. Показатель общей смертности за последние 10 лет стоит отметить, что идет значительное снижение с 9,3 до 7,7 показателей. Также значительно снизилась младенческая смертность в сравнении с 23-24 года, когда средний показатель составлял в пределах 8,2 промилль. По итогам 2025 года данный показатель составляет 5,8 промилль показатель детской младенческой смертности, что ниже республиканского показателя. В области системы здравоохранения на сегодняшний день работает 1808 врачей и более 6,5 тысяч средних медицинских работников. Для уменьшения дефицита врачей проводится также в области определенная работа. С 2025 года подъемные средства увеличены до 8,5 миллионов тенге в районах и до 5 миллионов тенге в черте города. За 2024-2025 годы, за 2 года прибыло 327 врачей, более половины, которые трудоустроены у нас в районах. На этой цели выделен из местного бюджета порядка 1 миллиарда 100 миллионов тенге на выделение и получение подъемных пособий для прибывших специалистов. Также районным акиматам, местным исполнительным органам предоставляется жилье прибывшим специалистам. Ежегодно выделяются по линии акимата также гранты в медицинские вузы. Ежегодно порядка в пределах 45 грантов каждый год выделяются в медицинские вузы. И порядка 20 грантов по мере поступления резидентов также выделяется на прохождение резидентуры в медицинских учреждениях республики. Все эти мероприятия дают возможность обеспечить регион специалистами. Данная работа также будет продолжена. В своем послании народу Казахстана глава государства уделил особое внимание развитию цифровизации и искусственному интеллекту. В этом направлении мы также проводим соответствующую работу во всех медицинских организациях. Внедрены информационные системы, которые в свою очередь также интегрированы со всеми информационными системами Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Функционирует телемедицина. Между медицинскими организациями области и республиканскими клиниками проведено более 3000 телеконсультаций и оказано 152 тысячи дистанционных медицинских услуг. Во всех медицинских организациях внедрен проект идентификации пациентов при приеме врача. Пилотируется проект онлайн-медицина в Теректинском районе.
для осмотра и консультации жителей села специалистами района и области. Внедрена маркировка и прослеживание лекарственных препаратов, выдача бесплатных лекарственных средств, производства сервисом «Социальный кошелек». Выписано и обеспечено путем данной программы 633 275 рецептов. В 9 крупных наших медицинских организациях города открыты отделения госпитальной фармации, что позволило сэкономить средства и лекарственные препараты по каждому медицинскому учреждению. В 2025 году проведен капитальный ремонт 5 объектов здравоохранения. Это здание областной детской многопрофильной больницы, радиологический корпус областного онкологического диспансера, 2 объекта Каратюбинского района и сама районная больница Чингерлауского района. Чингерлауская районная больница за счет средств КПО БИВИ. Укреплена материально-техническая база, приобретено 308 медицинского оборудования на сумму 5,9 миллиардов тенге. Это, если коснуться более крупного оборудования, это 9 единиц маммографа, 7 единиц цифровые рентгенаппараты, 3 УЗИ экспертного класса для районных больниц, ангиограф и 2 компьютерных томографа, это для областной многопрофильной больницы и областной детской многопрофильной больницы. Также приобретен 1 магниторезонансный томограф на базе областного онкологического диспансера. Все это даст возможность усилить в плане обследования лечения пациентов в нашем регионе. Приобретено для областной станции скорой медицинской помощи 5 единиц реанимобилей. На сегодняшний день также остается потребность в пределах 77 единиц санавтотранспорта для города и районных больниц. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения населения из республиканского бюджета выделено и освоено 10,5 миллиардов тенге для 140 936 пациентов. Из них дети 17 тысяч по 80 нозологиям. Это в основном сахарный диабет, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, онкозаболевания. То есть все пациенты, которые состоят на диспансерном учете. Также дополнительно выделены средства из местного бюджета порядка 2,3 миллиарда тенге для 2557 пациентов, из них дети 122 по 35 нозологиям. Все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Также стоит отметить, по ЗКО проведено 280 высокотехнологических медицинских услуг. Это 8 кардиохирургических операций, это операция на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, нейрохирургическая операция, травматологическая операция, замена коленных, тазобедренных суставов, что позволяет в нашем регионе оказывать высокотехнологические медицинские услуги. То есть нашим жителям регионов нет необходимости выезжать за пределы области. Данная работа также будет продолжена в 2026 году. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Рахмет, әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға рұқсат. Дәрігер тапшылығы бойынша облыста қанша дәрігер жетіспеушілігі байқалады, қандай мамандар қажет және мәселе қалай шешіледі? Бірінші сауал. Екінші сауалым, Ақжайық шағын ауданындағы көпсалалы аурухананың құрылысы қашан басталады? Не қарастырылады ол ауруханада қашан, қай уақытқа жоспарланған? Үшінші сауалым, 6-шы емхана енді қала бойынша ең көп пациент тіркелген емханалардың бірі, орын тапшылығы бар, мәселе қалай шешіледі? Және кардио орталықтағы орын тапшылығы. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Енді кадр тапшылығына келетін болсақ, жаңа өзім ақпарат бергенде айтылғандай, соңғы 2 жылда 300-ден астам біздің дәрігерлер келді өңірге. Енді жергілікті бюджеттен жаңа айтқандай 1 миллиард 100 миллиондай қаражат бөлініп, оның бәрі көтерме ақы ретінде келген мамандарға берілді. Оның жұмысы енді жалғастыратын болады. Гранттар бөліп отырмыз. Жергілікті біздің мектеп бітірген оқушыларға медициналық университет мүмкіншілік көптеген жағдай туғызып отыр. Жергілікті атқарушы органдар, мамандар келіп жатқан аудандарда жақсы жаңадан пәтер үйлерді беріп жатыр. Аудан әкімінің тарапынан. Сондықтан енді жалпы бүгінгі таңда 320-дан 187-ге дейін кадр тапшылығын азайтып отырмыз. Оның бәрі жұмыстың бәрі алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Кадр тапшылығы жаңа айтқандай көптеген келген мамандардың тәжірибесі бар мамандар келіп жатқан. Бұл акушер-гинеколог, хирургтар, анестезиолог, реаниматолог, жалпы тәжірибелі дәрігерлер.
қазір келген мамандар жұмыстарын атқарып жатыр. Соның арқасында көптеген аудандарда жақсы операция оталар да өтіп жатыр. Босану бөлімдері ашылып жатыр. Сондықтан енді жағдай жақсарып, жалпы аудандың тұрғындарына жақсы қызмет көрсетеді деп ойлаймыз. Медицина сапасының енді көрсетуі сапасы әрине жоғарылайды. Жаңа айтылған, өзіңіз айтылған Ақжайық ауданында облыстық аурухана бойынша облыстық құрылыс басқармасымен құжаттар дайындалып жатыр. Проектный сметный документация әзірлену үстінде. Ол 550 койкеге арналған жоба. Ол іске асатын болған кезде жалпы кардиолог орталық жаңа мәселені көтерген. Ол екеуі, облыстық аурухана екеуі біріктіріп, үлкен бір облыстық аурухана 550 койкеге дейін қызмет ететін, сондай жоспарымыз бар. Іске асқан кезде сол Ақжайық аудан жаңадан ашылатын ауданда қызметті көрсететін болады. Бағыт жалпы облыс бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Өзіңіз айтқандай, 6-шы емхана, үлкен емханалардың бірі. Жаңа 250-ге орындық емханаға жоспарымыз бар. Проекті дайын. В рамках государственного частного партнерства есть инвестор, который заинтересован реализовать данный проект. Сейчас мы прорабатываем процедуру проведения данных мероприятий. Результатом, скорее всего, возможно, будет непосредственно строительство за счет частных инвестиций поликлиники на 250 посещений смены в районе Ақжайық, что непосредственно разгрузит саму 6-ю поликлинику, потому что более 80 тысяч населения прикреплено, естественно, она перезагружена, сама поликлиника. Вы знаете, сейчас она арендует 2 дополнительных здания для удобства населения. Поэтому данную работу в 2026 году мы продвинем. Ну, насколько продвинем, какие результаты, будет по ходу видно. На областной больнице ма? Ақжайық аудандық жаңа облыстық аурухана бойынша ол тек жаңа құжаттарын дайындап жатыр. Проект сейчас на этапе разработки ПСД, проектной документации. Это управление строительства. Совместно мы с ними сейчас отрабатываем. Экспертиза өтеді. Ну, год-полтора, в принципе, эта работа будет идти. Рахмет, алаңымызға түскен сұрақтар легіне кезек берсек, 2026 жылы жаңғыртылатын Бөрлі және Казталов аудандық ауруханалар қашан пайдалануға беріледі? Жаңа ақпарат бойынша, жаңа өзім де айтып кеттім, ауылдық денсаулық сақтау саласын жаңғырту жоба бойынша екінші этап бұл Бөрлі және Казталов ауданының ауруханаларын құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Екі ауруханада қасына үлкен жақсы ғимараттар салынып, оған жаңа компьютерный томограф, магнитный резонанс томограф, ангиограф үлкен құрал жабдықтармен жабдықталып, осы жоспар бойынша 2026 жылдың аяғына дейін бітіруімізге жоспар бар. Оған енді керекті мамандарды соңғы 2 жыл бойынша дайындап жатырық. 3-ші жыл резидентурадан өтіп жатқан мамандарымыз, нейрохирург маман, кардиохирург мамандар керек болатын бар, акушер-гинеколог. Сондай мамандық тапшылығын аурухана бойынша және өзіміздің жоспар бойынша оларға да дайындық өтіп жатыр. Август, тамыз, қыркүйек айларында олар оқу әдістерін бітіріп, сол ауруханаға құрылыс біткен кезде бәрі келіп жұмысқа кірісу керек. Жоспарымыз бар. Рахмет, келесі сұрағымыз 2026 жылы денсаулық сақтау саласында қандай басым бағыттарға көңіл бөлінеді? Енді жаңа айтқандай, өзіміздің жалпы жоспар бойынша атқарылып жатқан жұмыстың әрине жұмысын жалғасын табады. Бұл енді жалпы медицина салаласын тұрғындармен біздер диспансер учетта тұрған науқастармен жалпы дәрі-дәрмектің сұрақтарын шешу, құрылыс күрделі жөндеу объектілерін жұмысын жалғастыру, кадр тапшылығын азайту бойынша өңірде қандай жұмыстар жақсы атқарылып жатыр, соның бәрін жалғасын табады деп есептейміз. Сондықтан енді алда да үлкен жұмыстарымыз, үміттеріміз бар. Осыған енді жұмыстанамыз. Рахмет, ендеше алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.